Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қайнатылмай тез арада жасалатын қысқа арналған аджиканың рецептімен бөлсем, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, өзіңізге сақтап қойыңыз және міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен бізге помидор керек, осылай турап аламыз. Ашты бұрыш, болгар бұрышы керек, чеснок керек, сосын тұз керек, аспирин және де хрен тамыры керек. Барлығын осылай дайындап аламыз да, енді біз бұларды ет тартқыштың көмегімен осылай тартатын боламыз. Ең алдымен помидорымды ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді бұны үлкен бір ыдысқа дәл осылай етіп құйып қоямыз. Сосын болгар бұрышын дәл осылай етіп өткіземіз ет тартқышымыздан. Жәнегі тартылған помидордың үстіне қосып отырамыз. Енді чесногымызды дәл осылай етіп өткізіп аламыз. Барлығын бір ыдысқа осылай қосып үстіне құя береміз. Енді ашты бұрышымды өткіздім. Сосын дәміне қарай тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып, жәнегі хрен тамырын қосамыз. Сосын аспиринімізді ұнтақтап алып, үстіне қосып, жақсылап отырып, дәл осылай араластырып, бір түнге қойып қоямыз. Ертеңгісінде осындай бутылкаларға құйып, салқын жерге енді біз қойып, қысқа қарай өзіміздің кез келген тамағымызға қосып жей беруге өте дәмді шығады. Сізде дәл осындай рецептпен жасап көріңіз. Рецепті оңай, қайнатпайсыз. Тек барлығын қосып, жақсылап отырып, араластыра саласыз. Рецепт описанияда міндетті түрде болады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басыңыз, барлық таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз осы видеоны жіберіп, және міндетті түрде бізге тіркеліп алыңыз. Алда көптеген оңай рецепттер болады. Менде дәл осындай 5 литр шықты. Енді бұны мен салқын жерге сақтап, кез келген уақытта столға ұсынып, семьямен жейтін боламын. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздерге сәттілік.